Енді қазір бір-екі мәселе қозғап кеткім келеді. Соның соңында егер сұрақтарыңыз болса, айта жатарсыздар. Енді ол мәселені маған бүгін бір сұрақ түсті да, жалпы. Енді Арман ұстаз, сіз жалпы психологияны көп айтып жүрсіз. Мұсылман адам андай психологиялық терапияға қатысуына бола ма? Ол терапияға қатысса не алады, қалай деген сияқты сондай сұрақтар қойыпты. Енді жалпы психологиялық терапия дегеніміз, бірінші ол терапияның түрлері көп. Мақсат бұл жерде адамның ішкі жан дүниесінің тыныштығын тауып беру. Сіздің ішіңіздегі түрлі сізді мазасыздықтар, жаңағыдай біреуге ренішіңіз, өкпелегіштігіңіз, немесе жаңағыдегі басқа да адам ішіндегі түрлі осындай қисық дүниелерді зерттеп, адамға сұрақтар қойып, сол сұрақтар арқылы өзін жаңағы психикасын, яғни ішкі жан дүниесін мазалап атқанды реттейтін мәселелер. Енді мен олардың түрлерін, исламдағы орнын айтқым жоқ. Мен былай сіздерге келтіргім келеді. Егер уақытыңызды дейік, қазір сондай трендтеге тіпті байқасаңыздар, интернетте жаңағыдай пәлен уақыт коучингқа, психологияға уақытыңды өткізгің келмесе, мына бір 3 нәрсені білсең болды. Немесе 30 секундтың ішінде саған 4 жылдық жаңағыдай психологияны айтып берем деген сияқты сондай сөздер кетті. Мен де соны ислам жағынан айтып көрейінші дедім сіздерге. Былай айтқанда, егер жылдаған коучинг, жылдаған психологияны оқып, соны бір терапияға өткізгіңіз келмесе, мұсылман адамға керекті болатын мынандай бірнеше нүктелерді сіз тыңдап алсаңыз дегім келеді. Әрбір мұсылман адамға қажетті болған. Егер сіз соны меңгерсеңіз, сізге психология мен коучинг өту қатты міндет болмайтындай кеңестер. Бірінші кеңес, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кеңесі: өзің сүйген нәрсені өзгеге сүймей иманды болмайсың деген. Оны өмірдегі орнын айтқым келеді. Яғни өзіңе нені жақсы көресің? Халықта сөз бар ғой, бірінші өзіңді ұрып көр, ауырса біреуді соғасын дегендей. Дәл сол сияқты өзіңізге не нәрсені жақсы көрсеңіз, өзгеге соны сүйе біліңіз, жақсы көре біліңіз. Бұл дегені, сіз жәннатқа кіруді қаласаңыз, өзгеге де жәннатты тілеңіз. Сіз жаңағыдегі өзіңізге қалай жұрт сөйлегенін қаласаңыз, яғни қандай есімдермен айтқанды қалайсыз, сізге қалай сөйлегенді, қателігіңізді кім қалай айтқанды жақсы көресіз, жұртқа да дәл соны жақсы көріңіз. Яғни біз кейде осы бір ережені, өмірлік ережені өзіміз қолданбаймыз. Бейне бір немқұрайды қараңыз, біреудің қатесін көрген кезінде қатесін бетіне басып сала саламыз да, сосын айтамыз: мен сондай адаммын, өзі айтпасам тұра алмаймын деп сылтау айта саламыз. Ал бірақ шын мәнінде келгенде сенің қателігіңді біреу қалай айтқанды жақсы көресің. Сен қателесіп қойдың бір жерде. Сол қателігіңді біреу қалай деп айтқанды сүйер едің. Сізге жаңағыдай көпшіліктің алдында қатеңді айтса қалай, жақсы ма, ұнай ма? Одан гөр жеке шығарып алып, ең жақсы есімдеріңмен айтып, қате мәселеңді достығын білдіріп, талқылап, сосын барып түсіндірген жақсы көресіз. Дәл сол сияқты бұл қателік мәселесінде де, жақсылық мәселесінде де, жамандық мәселесінде де өзіңе не нәрсені сүйсең, өзге адамға сол нәрсені тіле деген ереже. Екінші өмірлік ереженің біреуі, ол біз қазы емеспіз ережесін ұстансаңыз екен. Яғни біз бұл өмірде біреуді сынау үшін, мінеу үшін келмедік. Осуждение деген болады. Яғни кешеде Елдос имаммен бір отырып қалғанда да сол мәселе қозғалды. Яғни біз біреумен отырып қалсақ, оның кемшілігін іздейміз. Жаңағыдегі сынаймыз, бәріміз өз білгіш сияқты көрінеміз. Міндетті түрде, тіпті көлік айдап келе жатсақ, онда естеріңізде болса, мен айтқанмын, көп адамдар өзін осы өмірде андай метрика деп санайды да. Жұрттың бәрі оған қарап өлшем алу керек. Ол өлшемнің түбірі. Оның өлшегені ғана дұрыс болады да, қалған өлшегеннің бәрі дұрыс болмайтын сияқты көрінеді.
яғни көлік айдап келе жатқанда жолын біреу кесіп кетсе, оныкі дұрыс емес. Біреу қателесіп қойса, оныкі дұрыс емес. Бұл ше, ол ешқашан қателеспейді. Бұл кәдімгі енді бәрінің өлшем бірлігі, жұрттың бәрі соған қарай бой түзеу керек. Сондай дәреже. Біз олай емеспіз ғой. Мұсылман адам ешкімнің артынан, ешкімнің алдынан да талқыламайды оның өмір. Неге? Өйткені өзіңнің кемшілігің жетеді талқылауға. Және де біз қазы емеспіз ережесін мен айтқым келетін себебі, біз бұл өмірге біреуге қазылық жасауға келген жоқпыз. Сенікі дұрыс емес, сен ақсың, сен қарасың, сен көксің, сен жасылсың деп, олай біреуге баға беруге, біреуге үкім айтуға келген жоқпыз. Халқымыз оны бекер айтпайды, құмырсқа жолыңды біл, аяз әліңді біл деп айтады. Тағы бір айтпақ болған ережемнің біреуі, ол өзіңді тану, өзге тануды үйретеді. Халықта тіпті сөз бар ислам халқында, өзін танымаған Раббысын танымайды дейді. Ал енді психологияда айтады, сен бірінші өзіңнің ауруларыңды таны дейді. Өзіңнің ауруыңды танымай, өзгені танымайсың. Ал енді Абай атамыздың айтқан ережесі бұл жерде орындалмай қалады. Абай атамыз айтады, адамды сүй, Алланың хикметін сез дейді. Осыдан басқа өмірде мән жоқ. Бүкіл өмірдің мәні осы екі-ақ нәрседе. Абай атамыз айтқандай, адамды сүй, Алланың жер бетіндегі хикметін сез. Бірақ жер бетіндегі хикметті де, Аллаға, адамға деген махаббатты да сезіне алмайсыз, өзіңізді танымай. Өзіңіздің ішіңіздегі қисықтықты түзетіп емдемей. Себебі адам қай уақытта ренжігіш болады? Қалай ойлайсыз? Бәріне ренжи беретін, бәрінен қате кемшілік іздей беретін адам қай уақыт, қандай халге өйтіп айналады? Ол өзінің ішінде бір нәрсесі түрткілеп тұрған үшін проекция дейді ғой, жұрттан соны көріп ренжи береді. Мен мұны көп умрада айтам. Умраға келгенде Алла тағала сізге осы проекцияны өзгешелікпен көрсетеді. Қалай көрсетеді? Яғни сен мешітке бара жатқанда, мешіттен қайтып жатқан, немесе мешітте отырғанда бір адамның біртүрлі қимылдарын көресің. Ол саған тиіседі. Тиді ма? Саған, басқаларға ше? Басқалар үндемей отыр. Қарапайым отыр. Онда оған тиісіп жатқан жоқ ол нәрсе. Саған тиді ма, онда сенде ол тікенек бар. Сенде проблема. Сен өзіңді түзетсең, анау нәрсе саған тиіспейтін болады. Мен сол үшін айтам, адам өзінің ішіндегі қисық кетікті жамамай, өзгені түсінбейді. Өзгені адамды сүйем деп айтқанның бәрі өтірік болады. Сол үшін бірінші орында біз өзімізбен айналысуымыз керек, өзіміздің ішіміздегі проблемамызды шешуіміз керек. Өзіңізді емдемей, мен адамзатты сүйем деу қиын. Ал адамзатты сүймесеңіз бар ғой, бұл өмірде сіз жұмыс жасай алмайсыз. Себебі көпшілікпенен бәріміз көпшілікпен жұмыс жасаймыз. Көпшілікпен жұмыс жасағанда әрбір адамға өзінің құрметін жасамай, біз мәмілеміз түзелмейтінін біліңіз. Тағы бір кеңес, жауапкершілік кеңесі. Балиғатқа жету деп шариғатта нені айтады? Ер баланың биологиялық, қыз баланың биологиялық өсуін айтады. Ал шариғатта үкім не болады? О биологиялық дамуға жеткен адам. Балиғатқа жеткен адамның шариғатта үкімі қандай? Айтыңызшы. Не істейді енді балиғатқа жеткен адам? Оған намаз парыз болады, оған дейін парыз емес. Ораза парыз болады. Оған ол кісінің айтқан сөзіне күнә жазыла ма, жазылмай ма? Жазылады. Істеген ісіне күнә жазыла ма, жазылмай ма? Жазылады. Қазақта 13-те отау егесі деп айтқан сөз бар. Орта есеппен біз 13-те балиғатқа жетеміз. 15-13 шамасында балиғатқа жетеміз. Ендеше осы 15-тен кейін сен ата-анаңа да басқа адамға да ренжуге хақың жоқ. Өйткені айтқан сөзің де,
істеген ісіңнің де жауабын сен бересің. Ата-анаң бермейді. Ата-анаңның мойнынан түстің сен. 13-де, 18-де емес, Америка сияқты 21-де емес. Біздің исламда 13-де сен әке-шешеңнің мойнынан түсу керексің. Сенің сөзіңді әке-шешең сөйлемейді, сен сөйлейсің. Сен сөйлесең, өйткені қате сөйлесең саған күнә жазылады. Қате іс істесең саған күнә жазылады. Ал оған дейін ата-анаға жазылады. Оған дейінгі қателіктердің баланың жасаған ойындардың барлығы кешіріледі. Егер ауыр күнәлар болса, соған себепкер болған ата-анасына жазылады. 13-тен кейінше сіздікі. Жауапкершілікті өзіңе алмай, өмірдің бақытын сезбейсің. Ең соңғы бір ереже бар. Жоғарыға бір қайталап өтіп кетейік. Бірінші не дедің? Өзіңе қалағанды өзгеге де қала дедім. Екіншісі, мақұл, жауапкершілік бола қойсыншы. Өз жауапкершілігіңді қолың ал. Үшінші не дедің? Ау? Ол жауапкершілік айттым ғой, балиғат жас деп. Ау? Ешкімді сынамау, біз қазы емеспіз деген ереже. Біз қазылық қылмаймыз. Үкімдар емеспіз, судья емеспіз. Сен ақ, сен қара деп ондай жоқ. Төртінші не дедің? Ау? Мен бір сағат бұрын сөйлеген жоқпын, негізі. Кеше айтып кеткен тапсырмада емес бұл. Сол мағына келеді. Өзіңді өзің түзеу. Адамды сүй, Алланың хикметін сез деген мақсатта айттым. Бұл өзіңді өзің түземей тұрып, сен адамды жақсы көре алмайсың. Өзіңді өзің түземей тұрып. Және де осы ережелерді орындамаймыз, құрметті бауырлар. Өзіміздің ислам дініндегі көп нәрселерді біз ала алмаймыз. Сол үшін айтып жатырмын. Және де осы ережелердің нені енді ұмыттым еді, қызық болды ма? Жалпы пәлен жылдық коучингті, жылдаған психологияны біздің ислам ережелерін дұрыс ұстанған адам оған мұқтаж бола бермейді. Тек қана біз исламды өзіміз дұрыс түсінбегеннен, оны өмірге қолданбағаннан, біз психологқа душар боламыз, өзіміздің психикамыз қисық болады, өзіміздің өмірлік қисықтарымыз, өмірлік дерттеріміз, нәрселеріміздің бәрін реттеп кете алмаймыз. Сол үшін біріншіден, ең бірінші ереже, тағы да қайталап өтіп кетейік, не еді? Өзіңе тілеген өзгеге тіле. Екіншісі, біз қазы емеспіз. Үшіншісі, өзіңді ауруларыңды танып, адамды сүй. Сосын жауапкершілік. Бүкіл жауапкершілік. Сөзінде, өзіңде, ісіңде сенен шығады. Сенің сөзіңе, сенің ісіңе біреу жауап бермейді. Ендеше кінәні кімнен іздеу керекпіз? Өзімізден іздеу керекпіз. Ең соңғы бұл ереже, мен қалай айтсам болады оны? Иннамал амалу бинният деген бар. Ең соңғы ережені мен қысқа қылып айтайын, шынайы бол деп айтайыншы. Шынайы бол. Бұл өмірде сен прав дейді ғой, сенікі дұрыс па, сенікі бұрыс па, ол маңызды емес. Сен үлкенсің ба, сен кішісің ба, маңызды емес. Сен байсың ба, сен кедейсің ба, маңызды емес. Сен шынайысың ба? Міне маңыздылық осында. Алла тағала былай деген сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты Алла туралы. Алла тағала сіздердің суреттеріңізге қарамайды. Дұрыс па? Алла тағала сіздердің пішіндеріңіз, суреттеріңіз, дүниелеріңіз, барлық нәрсеңізге қарам. Қаяққа қарайды?
жүректеріңізге қарайды. Бұл исламның ережесі. Яғни исламда сіз маңыздылығыңыз қай жерде ғана болады? Шынайылығыңызда. Сіз үлкенсіз ба, кішісіз ба, қызметіңіз зор ма, төмен ба, байсыз ба, кедейсіз ба, сіз не дейді, дұрыс ба, дұрыс емессіз ба? Әңгіме ондай емес екен. Әңгіме сіз шынайысыз ба? Амалыңызда, дініңізде, құлшылығыңызда, дұғаларыңызда шынайысыз ба? Шынымен істеп жатсыз ба? Ықыласпен, жүрекпен, жүректің түбінен істеп жатсыз ба? Жоқ па? Міне осыдан кейін ғана адамның амалы қабылданады. Қорытып айтам, құрметті бауырлар, ислам дінінің өмірлік ережесі өте көп. Бірақ мен шамам жеткенше мұсылман адамға өте қажетті болған үлкен 5 нүктені айттым. Осы 5 нүкте біздің өмірлік барлық маңызымызды түзетеді. Мысалы, сіз егер төменнен бастайық, осы жаңағыдай шынайылық біздің құлшылық ибадатымыздың қабыл болуын реттеп береді, Аллаға сүйікті етеді. Екіншісі, төртіншісі қандай еді? Жауапкершілік. Біз жауапкершілікті алғаннан бастап амалымызды түзетеміз. Жауапкершілікті алмаған адам кінәні біреуден көреді, ренжігіштік біреуде болады, қисықтықты біреуден не қылады да, кінәні де біреуден көріп, жауапкершілік деген сөз, сіз өзіңіздің амалыңызға, ақыретіңізге ұқыпты боласыз. Сіз жауапкершілікті алмай, ақыретке деген иманыңызды түзетпейсіз. Үшіншісі, өзіңмен жұмыс жасау. Былай айтқанда, өзіңнің дертіңді емдеп, адамды сүйіп, Алланың хикметін сез. Егер біз бұны жасамасақ, мына өмірдің мәнін таппаймыз. Өмірге неге келдің, неге кеттіңді білмейсің. Абай атамыз бүкіл сөзінің мәнін осы 2 ауызбен келтірді. Адамды сүй, Алланың хикметін сез. Бұнан басқа өмірде не қызық бар? Басқа бұл өмірдің 70 жыл жасайсыз ба? 100 жыл жасайсыз ба? Өмірдің мәні осы 2 ауыз сөзде екен. Үшіншісі жауапкершілік. Өзіңмен жұмыс. Екіншісі айтқандай, екіншісі қазылық. Яғни біз қазылыққа жаратылмадық. Біреуге үкім айтпаймыз. Бұл бізді көп күнәлардан сақтайды. Қандай күнәлар? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан хадис келеді. Бір адам екінші бір адамды жамандап тұрады екен әрдайым. Соған Алла сынау үшін періштенің суретінде сұрақ қойып түседі. Көп құлшылық қылған адам туралы айтады. Өте көп құлшылық қылған адамға келіп айтады. Егер бір адам күнә жасап қойса, ауыр күнә жасап қойса, жәннатқа кіре ма, кірмей ма десе, әлгі көп құлшылық қылған адам айтады, жоқ, кірмейді ол жәннатқа дейді. Бұл жерде кімнің рөлін қабылдады ол адам? Қазы болды. Ал енді екінші бір адамға кеп сұрайды, қарапайымдау адамға, дінді енді үйреніп жүрген. Мынау адам көп күнә жасады, ауыр күнә жасады. Бұл жәннатқа кіре ма, кірмей ма десе, анау айтады, менің өзімнің халімнің қандай екенін білмеймін, мен біреу туралы не айтамын дейді. Алла тағала сол сөзі үшін анау адамды жәннатқа кіргізіп, әлгі алғашқы адамның астамшылығы үшін оны дозаққа кіргізді деп айтады. Мен айтқым келген нәрсе сол. Біз біреуді сынау үшін, мінеу үшін келген жоқпыз. Алланың пайғамбары бізге оны үйреткен жоқ. Біз біреуге үкімдарлыққа келген жоқпыз. Бәлки, аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл болады. Ең соңғы немесе керісінше санағанда ең бірінші кеңесіміз ол өзіңе сүйгенді өзгеге сүю. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ирхаму ман фил арды ярхамукум ман фис сама" дейді. Жердегілерге рахым қылыңдар, көктегілер сендерге рахым қылады дейді. Яғни көктегі періштелердің де рахымы жауады сендерге. Немесе рахымшылық қылған
рақымшылыққа жетеді. Рақымшылықтан қашқан рақымшылықты таппайды. Басқаша қылып айтайыншы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында бір кісіні пайғамбарымыз сайлап атқан кезінде пайғамбарымызға немерелері Асан Үсен келген кезінде екеуін иіскеп сүйгенде біздің үйде баланың бетінен сүймейміз деп айтады. Әлгі адам пайғамбардың алдында отыр. Сонда пайғамбарымыз оның қолына берген хатты алып жыртып тастап, адамдарға үйінде рахым қылмаған адам адамдарға рахым қыла алмайды, бізден емессің деп қуған екен. Сондықтан өзіңе сүйген нәрсені өзгеге сүйе біл. Өзіңе ауыратын нәрсені біреуге тілеме. Өзіңе жеңіл болған нәрсені біреуге де жеңілдік жаса. Сіз жеңілдік талап қыласыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Алла табарака ва тағала міне араласуда жеңіл, ешкімге ауырлығын салмайтын адамды сүйет деп айтады. Яғни ара қатынаста жеңіл болу керек екенбіз ғой. Сізбен араласу қиын, сізді түсіну қиын, ішім деген тап деген адам емес. Керісінше, біреу сізбен араласа кетсе, сізбен жеңіл, сондай бір кең адам болу керек. Ол пайғамбарымыздың мінезі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туралы имам Тирмизи Шамаил Мұхаммадияда айтады, пайғамбарымыздың жұмсақтығынан кім-де-кім ол кісінің қолынан тартып жүр кеттік десе ере береді екен. Пайғамбарымызбен біреу амандасып тұрған кезінде амандасқан адам қолын алмаса, ол кісі қолын алмайды екен. Пайғамбарымызбен кім табақтас болса, сол кісімен табақтас болып отыра бер, таңдамайды екен. Ол кісінің үсті кір ма, киімі арзан ба, жұпыны ма, жыртық па, кедей ма, тіпті ақылы жоқ, андай бір науқас адамдар болады ғой, жаңағыдегі ақылынан айырылып қалған науқас адам ба, таңдамайды екен. Кіммен дастархандас, кіммен табақтас болды? Бәрібір екен. Пайғамбарымызда осындай кеңдік болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менен ол кісінің тарихын мәуліт кештерінде имамдарымыз өте көп айтқан шығар. Солардың біреуін ғана еске түсіргім келеді. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам мейірімділігі сонша, бір ауыз сөз ол кісінің мейірімді екенін ұқтырады. Жаназада айтады екен. Қараңыз қандай, оны анау адам айтамайды, жаназада айтады екен. Ей халайық, мынау өлген адамның артында қарызы қалса менікі, артында малы қалса сендердікі дейді екен. Оны анау адам айта алмайды. Қарызы қалса менікі дейді екен, мен төлеймін дейді екен. Артында малы қалса сендердікі дейді. Не деген мейірімді жан. Ал бір сөзінде Айшаға айтады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, Айша, мен саған дұға қылайыншы деп. Иә деп. Аллахым сенің жасаған құлшылық ғибадатыңды қабыл етіп, күнәларыңның бәрін кешірсін депті. Сөйтсе Айша жадырап қапты. Саған ұнай ма осылай дұға қылғаным депті. Сөйтсе, әрине я Расулалла десе, онда біл, мен өзімнің үмметіме 5 уақыт намаздан кейін осылай дұға қылам депті. Сізбен бізге. Сондықтан құрметті жақсылар, өмірлік осы 5 ереже бізді психологқа, психотерапевтке барудан сақтайды екен. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирук ва атубу илейк. Өшіре қойсаңыз болады.